Мынау Аллаға деген махаббат мәселесін кішкентай ғана айтып кеткім келеді. Сізбенен біз, бауырлар, осы бүкіл өміріміздің мәні, өміріміздің сәні, осы өмірге келіп кетуіміздің үлкен де бір нәрсесі, ол Алланың ырзалығын табу, бауырлар. Алла тағала риза болса, екі дүниеңіздің бақытын табасыз. Алла тағала сізден риза болмаса, сіз мына бір 80 жылдық өмірде өтіп кеткен қызықшылығыңыздың бәрі бір тиын болады. Мына ойламаңыз, көп адамдар сияқты, дүниеге бір келдім, бір өтіп кетемін деп ойламаңыз. Олай ойлайтын болсаңыз, бұл көп қателікке алып баратын пікір. Бәлки бұл дүниеге мен сынақ үшін келдім, үлкен бір алдымда күтіп тұрған мәңгілік өмір бар, сол мәңгілік сапарға дайындық, азық-түлігімді алып кету үшін келдім десеңіз, орныңызды тапқан боласыз. Алланың ризалығын іздеу дегеніміз, бауырлар, ол жай ғана жаңағыдай өз басыңызды ойлау емес. Адамның көп жерде өзінің ақысы бар. Бірінші орында Алланың ризалығы десек, онда біліңіз, Алланың ризалығын, Алланың махаббатын Алла тағала қалай қояды білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кім-де-кім Аллахқа және қияметке сенетін болса, ол кісі көршісін сыйласын дейді. Дұрыс па? Немесе былай деп айтқан сөздері бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: егер Алланы сүйетін болсаңыздар, маған еріңіздер, Алла сіздерді сонда барып сүйеді дейді. Алланың махаббатына жету үшін белгілі бір сатылар қойған екен, бауырлар. Белгілі бір дәрежелер қойған екен. Сол дәрежелердің бір нүктесін айтқым келіп отыр. Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әсіл бір сөзі: кім-де-кім өзіне сүйген нәрсесін өзгеге сүймейінше, Аллах оны сүймейді деген сөзі бар. Аллахтың махаббаты сондай екен. Өзге адамға да сүйіспеншілік қылуды айтты. Абай атамыз бекер айтпаған екен ғой ондай, сен де сүй, ол Алланы жаннан тапты демекші, адамзатқа да мейірімділік жасауды, адамзатты да сүйіп өтуді шақырып өткен бір сөздерінде. Дәл осы сияқты Алла тағала сондай ұлы зат, сондай құдіретті зат, өзінің махаббатының есігін басқа бір адамдарға қызмет жасау арқылы қойып отыр. Өзге бір мұсылмандарға сіз сүйген нәрсеңізді соларға да жақсы көріп, соларға да қызмет жасағанды, содан кейін барып қана Аллахтың махаббатына жетуіңізді айтып отыр. Яғни сізді Алла сүйсін десеңіз, екітінен бақытын табам десеңіз, жүрегіңіздегі өзіңіз үшін сүйген нәрсені жұртқа да сүйе біліңіз. Ол дегеніміз қалай? Көп бауырларымыз екінші бір адаммен араласқанда жоғардан тәкаппарланып сөйлейді. Сіз өзіңізге солай сөйлеуді сүйіп тұрсыз ба? Айтыңызшы. Сіз өзіңізге сөйтіп, пәленше деп сөйлеуді ұнатып тұрсыз ба? Немесе деп төмендетіп, бейшара қылып сөйлеуді ұнатасыз ба? Немесе екінші бір адамды кемсітуді ұнатасыз ба? Анау қап-қара екен, анау сап-сары екен, ананың руы түген екен, мынаның руы пәлен екен, анау ұлты пәлен екен, мынау ұлты түген екен. Халайық адамның өзі сол жерді таңдап туылып, сол руды, сол ұлтты таңдап туылды ма? Айтыңызшы. Адам соны өзі таңдады ма? Туылып атқанда мен пәлен ұлтта болайын, мен пәлен семьяда туылайын деді ма? Жоқ. Алланың қалағаны болды. Енді ойлаңыз. Мынадай бір сөз бар. Бір кісі өзінің ұстазының алдында отырса, иығына ұшып келіп далада отырған болу керек, бір жәндік қонады. Ана жәндіктен жиіркенгенінен ұшырып жіберіп, ой деп жиіркенеді. Сонда ұстазы қарап тұрып шәкіртіне айтқан дейді: сіз
суретшіден жеркендіңіз ба, жоқ суретшінің салған суретінен жеркендіңіз ба депті. Яғни сіз Аллахтың жаратқан бірде-бір пендесінен жек көріп, оны жеркенуіңізге ақыңыз жоқ, бауырлар. Мынаның ұлты негір, түрі негір екен, ол қап-қара екен, ананың көзі дәу екен, мынаның өзі дәу екен, мынау кісінің мұрны қисық екен, мына кісінің құлағы үлкен екен, мына кісінің ана жері мынадай екен деп кемсітуге де ақыңыз жоқ, бауырлар. Бұны Аллах берді. Егер сіз сол жерде бір қандай да бір кемсітетін болсаңыз сол адамды, сол адамның көрінісін, ұруын, ұлтын, түрін бір қандай да бір кемсітетін болсаңыз, сіз Аллахтың бергеніне қарсылығыңыз ол. Аллахтың берген нәрсесіне сіздің бұл жердегі өзіңіздің артық екендігіңізді берген шайтанның жолына түскендігіңіз. Шайтан не дейді? Мен адамға сәжде қылмаймын. Не үшін? Мен одан артықпын дейді. Сондағы артықтығы, мен оттан жаратылдым, ол топырақтан дейді. От не, топырақ не, екеуі де Алланың жаратқаны емес па? Аллахтың құзырында от болсын, су болсын, топырақ болсын, бәрі бірдей ғой. Дәл сол сияқты, бауырлар, Аллахтың алдында ұлтта, ұру да, жер де бәрі бірдей. Егер сіз ұру бөлетін болсаңыз, ана пәленшенің ұруы түгенше, мен пәленшеміз біз деп бөлсеңіз, біліп алыңыз, сіз Алланың жек көрген ісін орындап жатсыз. Сіз Аллахтың берген ісіне қарсылығыңызды көрсетіп жатсыз. Сіз шайтанның амалын жасап, мен анадан абзалмын деп отырсыз. Пайғамбарымыз сол үшін айтады, сіз өзіңізге сүйген нәрсені жұртқа сүймейінше тура жолды таба алмайсыз. Аллахтың махаббатына жете алмайсыз. Аллахтың махаббаты Аллахтың пенделеріне қызметпен болады. Сіз өзіңізді төмен санаумен болады. Ибрахим Адхам деген бір кісі, үлкен әулие кісі өткен екен. Ол кісі кезінде патша болды дейді. Сонда патшалығын тастап кеткеннен кейін артынан патша болған адам келіп, ей Ибрахим, сондай ұлы патшалықты тастадың, неге тастадың деген кезінде күліп, сендегі патшалық дым емес қой депті. Міне патшалық қалай деп, қолында киімін тігіп отыр екен инеменен. Сол инесін суға лақтырып жіберіп, ал патша болсаң алдыршы дейді ғой. Дария ғой ағып атқан, ол ине түсіп кеткен. Сөйтсе, енді бұл қиын нәрсе десе, ей Алланың құлдары, маған алып келіңдерші дегенде бір балық шығып судан, аузынан әлгі инені тістеп шыққан дейді. Нағыз патшалық Алланың алдындағы сәждеде болады. Алланың алдындағы бейшара болып, өзіңізді құл сезінуде болады. Өзге халықтан өзіңізді төмен санап, өзіңізді төмен санауда болады. Өйткені біліңіз, махаббаттың дәрежелері осынша дәрежелер болады. Біріншісі бауырлар, екінші бір адамды өзінің ақысын беру екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мына сіздердің араларыңызда тірі жүрген жәннати адамды көргілеріңіз келе ма дейді пайғамбарымыз. Я Расулалла десе, қазір кіріп келеді дейді. Сөйтсе, дәрет алып, сақалынан суы тамған, сол қолында аяқ киімі бар бір адам ассалауму алейкум деп мешітке кіріп келеді. Ертеңіне және айтады, тірі жүрген жәннаттың адамын көргілеріңіз келе ма десе, я Расулалла дейді. Және де сол адам кіріп келеді. Үшінші күні және солай болады. Бір адам бұны тексерейш деп, сол кісінің алдына барып, менің әкем ренжіп қалып еді менен, сол бір 2-3 күн сіздің үйіңізде түней тұрсам рұқсат болса деп, одан мақсат ана кісінің ғибадатын, жүріс тұрысын көру ғой. Бұл жәннати болу үшін неге жеткізіп отыр, бұл неге бұндай деп сынау үшін барады. Жанында жүреді ғой. Барады, ұйықтайды. Сөйтсе ол түнгі намазды ұзағынан тұрып оқитын адамдардан емес. Таңнан қара кешке шейін ораза тұтып жүргенде адамдар қатардағы 5 уақыт намазын оқиды, ұйықтайды намаз оқып болған соң. Таңда барып бірақ тұрады. Оразасын ондай бір қатты нәпіл ораза тұтып ондай қылып беріліп атқан дымы жоқ. Сонан 3 күн уақыт өткен соң сырын біле алмағаннан кейін әлгі кісіден сұрайды ғой.
өтініш, сен туралы пайғамбарымыз осылай деп еді, сен қандай бір артық амал жасадың, пайғамбар сені сонша мақтайтындай дегенде, есіне түсіріп отыр, пайғамбарымыз менің бір мақтаған сөзі бар еді. Ей пәленше, сенің бір қасиетің бар әдемі. Жатқан кезіңде басыңды жастыққа қойып, ей Аллахым, маған айтқан адамдардың жаман сөздерінде, жақсы сөздерінде бәрін кешірдім. Мен барлық адамға деген өзінің жаңалдегі өз орнына қоя сал деп, жаңа бүкіл адамды кештім деп ұйықтайды екен. Таза жүрекпен да. Яғни әрбір адамды өзінің орнына қояды, болды. Ол бірінші сатысы. Екінші сатысы, бауырлар, ол жоғарғы сатысының бірі өзге мұсылманды өзінен артық көру, бауырлар. Өзге мұсылманды өзінен артық көру. Мына Әбу Жахалдың өзі кәпір болғанмен ұлдары мұсылман болды. Пайғамбардың сүйген жанындағы сахабалары болды. Сол ұлдарының бірі айтады: менің ағам пайғамбарымызбен соғысқа шығып кетті, мен кішкентайлау бала едім, су таситын едім сол соғыста дейді. Қан майдан таусылды, бітті. Бір кездерде ағам оралмады дейді. Сонан соң қолыма ыдысқа су құйып, мына жатқан халықтың ішіне кірдім дейді. Соғыс болған ғой енді, халық дүйім ел жатыр. Аралап ағамды істеп жүрсем, қансырап жатыр екен дейді. Жанына барып, ол кісінің аузына су құймақшы болдым дейді. Сөйтіп, енді су құяйын деп жатқан кезінде, ол 3 жолдасы бар еді дейді. 2 жолдасы бар еді, 3-еу еді дейді бұлар. 3-еуі де соғысқа шығардан бұрын бір-біріне қол беріп, осы соғыста дұшпанға сыртымызды бермейміз, қайтпай соғысамыз деп бір-біріне сөз беріп кеткен еді дейді. Екінші досы су деп айтып қалды дейді. Су деп айтып қалды дейді. Сонда ағам ана кісіні естіп қалып, анау кісі менен мұқтажырақ, соған алып барып бер деді дейді. Өзі қал үстінде жатыр. Сонан ол кісінің аузына барып құяйын дегенімде, арғы досы су деді дейді. Сонда әлгінің кісінің аузына бара жатқан жерінен аузын жұмып, жоқ, ана кісіге алып барып бер бірінші дейді. Барсам, ол кісі қайтып кетті дейді. Мына кісіге қайтып келсем, бұл кісі де үзілді. Ағама барсам, біраз уақыт болып кеткен екен дейді, үзілгеніне дейді. Қараңызшы, бауырлар, өзі өліп тұр, қал үстінде тұр, бірақ екінші мұсылман бауырының аузына суды бірінші соған тамыз деп, өзінің мұсылман бауырын өзінен артық көріп кетті, бауырлар. Бұл махаббаттың белгілері, бауырлар. Осы бір нәрсені ұмытпасаңыз екен, өзіңізге сүйген нәрсені өзгеге сүймейінше, сіз мұсылманшылықта Аллахтың махаббатына жете алмайсыз.